Автокредитпен айналысады дейді, что там? Желание бар ма? Тегін машина беруге? На желание. Автокредитпен айлансат, мен 2 автосалоным бар. Қойшы, автосалоның болса, роза деп, роза сұрап отырасыңдар. Не дегенің ол? Автосалоның болса роза деп сұранып отырасың ба дейді. Не только автосалон, целый сити-стройкам бар. Бар нәрсем бар. Роза деп отырғанда ол несі? Проблема. Осыларға бір сөз жасап берсең, бәрі мақтанса керек, қайсысы болса да. Нені мақтанады? Мақтана бермеш деймін. Нені мақтанып отырмын мен саған? Сен Өзбекстандасың ғой қазір. И чё мен Өзбекстанда болсам? Вот видишь, енді ачо енді сен өзің нацияңнан қашып жатсың, өзбек емессің деп. Мен нациямнан қашып отқаным жоқ, сен маған кіріп өзбек дедің бір, кейін сонымен тажик деп айтып жатсың. Енді сен мойындаса енді сен. Мен саған Деп мойындағанда не неғып сен кіріп өзіңше мен айтып отырсың ғой, сен недостойын шәке деп. Мен бәрі қазақтар шәке дейді, ауылымды қазақтары да шәке дейді мен. онда битек. И чё шәке болса? Онда Недостойный деген сөзді қай жерден аласың? Сен біреуді достойный ма, достойный емес пе решат ететін дәрежеде бірдеңкең бар ма? Да, сөз бермейді десің, құрсын, аяқта да сол сөз бермейді, сен де сөз бермейсің. Битейік, короче. На желание ойнайық. Мен саған айтып жатырмын. Ей, бичтар на желание ойнайды. Сен бичсің ба сонда? Мен бич емеспін. Болды, бич болмасаң маған на желание деп айтпасай. Мен саған жас бала емеспін ғой, 10 жасар, 20 жасар. Анау кімді, Сардор сен ба кіргізбей жатқандар, неге? Мен ғой. Мақта кіргізін, Абырой бар дейші. Менде подпискеде не только өзбектер, қазақтар да бар, тәжіктер да бар, қырғыз да бар. Шұқырат, мен сені бірінші күні сұраған кезде сен өзбек емеспін дедім. Сашың мен сағалыңды аласың ба, отқызып қойдың? Екеуміз на желание деп сөз алысқан жоқпыз ғой. Сөз ашқан сен ғой, өзің айттың, өзің ұтқызып отырсың. Сен екеуміз сөз алысқан жоқпыз ғой, мен сен айтқан кезде сен бичпін ба деп шықтың ғой, сөзден қашып. Сондай бол, сол үшін давай, брат, өзің әрине нормально ғой бәрі. Береги себе. Отлично. Жетеді оның абыройы дейді. Абыройың. Айтшы қазір бүкіл нәрсе абыроймен шешіледі ма не? Адам өз-өзіне жауап берсе болды ғой, любой жерде абырой деген рөл ойнамайды. Неудачник дейді. Жаным сол, жаным осындай қатындардың жазасын берсең ғой. Байың жетпей жүр ау шамасы, байың шамасы жетпей жүр ма? Байың шамасы жетпесе, маған келіп секірудің түк қажеті жоқ. Байыңа ренжисің ол нәрсеге. Алтынбекова, рахмет Алтынбекова. Где ты пропала деймін орысша. Жоқ ғой, эфир ол. Мен нацист емеспін, өзбек бар, тәжік бар, қырғыз бар. Бөлінгенді бөлі жүйік. Давайте, достар, лайк қосайықшы. Лайк. Ебать, Айгүл ма? Айгүл жіберіп жатыр, қабылдамаймыз. Кім бар. Саян, братан. Апа дейді.
Аузыңа берейін сенің, аузыңа. Аузыңа берейін. Аны көкпет братан чакырып бер, Назарбаев бер атың өтсү. Жибермей-ақ қой, сендер гуштарды қабылдауға желание жоқ. Давайте. Тіркелік. Наматты қойдың ба дейді. Арыстан, чоғыза намат. Аны әжеңді алып кел, әжеңді. Кім деген? Ой, рахмет, алуа. Достар, 29 күні бой болады. Прямой эфирден, тиктоктан көрсете алмаймыз. Сол себепті Инстаграм, через Инстаграм көрсететін жар. Неге алмайсың? 3 күн болды Айгүл алып кетіп қалғанына. Каникулда Айгүлде болды, по-любому. Сол үшін бірінші бәріміз. Енді фан аккаунт шығар, білмеймін, не жерге жіберді, просто мен қабылдаған жоқпын. Білмеймін. Сол үшін бірінші тиктокқа тіркелем, тиктокқа мен инстаграм аккаунтын тастаймын сол күні. 28-і ма, 27-сі ма, бәріктен сол жаққа тіркеліп алыңыздар. Көре алмайсыздар, просто прямойдан көргенге жетсін. Оны ютубқа салмайды, бір-екі айдан кейін бар. Бір-екі айдан кейін ала шығады. Фантазия айтпады. Сол үшін тіркеліп қойыңыздар, тіркеліп, чтобы не пропускать. Дайындық қалай дейді, дайындық жақсы. Мен сіздер бүжай мапоқтан не үшін отырып қалып білесіңдер ма? Бүжайда практически тренировка болған жоқ, мен өзі қасында жүрмін ғой. Бүжайын лично. Тренировка болған жоқ, мапоқ усиление аюымен тренировка жасады ол кезде. Спаррингке шығып атты. Тренировка алып қояды өзің күн. Сен қанша жерден салмағыңдай бол, басқа бол. Оған байланысты емес, опыт, техника алып қояды өзің күн. Сол үшін максимально, менде дайындық мықты. Көреміз енді, Құдайдың қолында ғой, жеңісте. Ештеңе айтып алмаймыз, алдында өздеріңіз көресіздер. Асау жүрек, лапата күрек, бір бәле деген бәрі не өледі. Сен бір бәле деген анкета толтырып беріңдер.